Баршаңызға күн сәтті өтсін. Ауызашарға жасаған осындай 2 түрлі пирогтың рецептімен бөлісемін және жасалу жолын көрсетемін. Бізде өте дәмді, нәзік болып шығады. Неке пирогымыз осылай болып шығады. Осы видеоны соңына дейін қараймыз. Осындай сметаниктің 2 түрлісін жасаймыз. Жаңғақты және жай сметаникті жасаймыз. Сметаник жаңғақпен өте керемет үйлеседі. Дәмі де бір ерекше болып шығады. Ыдысымызға сары майымызды салып аламыз. Осылай жартылай ерітеміз және де қантымызды қосамыз. Венчикпен біркелкі етіп араластырамыз. Және де 2 дана жұмыртқа қосамыз. Видеоны қарамас бұрын менің арнама тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Сіздер үшін басқа да пайдалы, оңай рецепттер менің арнамда өте көп. Және де тіркелген кезде қоңырауша батырмасын басуды ұмытпаңыздар. Жаңа видеоларды алғашқылардың бірі болып көретін боласыздар. Және де осындай жарты пиала қаймағымызды қосамыз. Дәл осы құраммен біз 2 пирогтың тестасын жасаймыз. Және де електен өткізілген ұнымызды қосамыз. 1 шай қасық қамыр қопсытқышын қосамыз. Және де ванилин қосамыз. Ұнымызды осылай аз-аздан салып отырсақ, бізде жұмсақ әрі нәзік қамырымыз шығады. Видео сіздерге пайдалы болса, пікір қалдырып, лайк басып, кішкене болсын қолдап отырыңыздар. Ұнымызды осылай аз-аздан салып отырып, ал енді қолымызбен илеп шығамыз. Тағы да кішкене ұнымызды қосамыз. Біркелкі тегіс болғанша илеп шығамыз. Бізде осылай жұмсақ қамырымыз шығады. Кішкене уақытқа тындыруға қоямыз. Ыдысымызға қаймағымызды салып аламыз. Қаймақ бізде 20%-тен жоғары болады. Және де қантымызды қосамыз. Біз 1-2 пирогқа арналған салманы дайындап жатырмыз. Және де 4 дана жұмыртқа қосамыз. Ал енді мұқият араластырамыз. Барлық заттарымыз толықтай біріккенше, осылай венчикпен араластыратын боламыз. Және де 1 ас қасық кукурузды крахмалын қосамыз. Массамызды қоюлату үшін қосылады крахмал. Осылай іртіктерін қалдырмай араластыратын боламыз. Ұнымызды сеуеміз және де дайындап алған тестамызды 2 бөлікке бөліп аламыз. Бір бөлігіні осылай жайып аламыз. Түсінбеген жерлеріңіз, сұрақтарыңыз болса, комментарий бөліміне қалдырсаңыздар, жауап беретін боламын. Және де осындай форманы қолданамыз. Бұл формамен пісірген өте ыңғайлы. Пирогыңыз әдемі шығады. Және де алыну да оңай, жабыспайды. Ешқандай да қағаз төсеп отырмайсыздар. Ал енді осындай тестамызды барлық шетін біркелкі етіп тегістеп аламыз. Шет-шеттерін түзулеп, басып, оқтаумен бір жүргізіп, артық жерлерін алып тастаймыз.
Дайындап алған начинкамызды 2 бөлікке бөлеміз. Және де шанышқымен осылай тесіп шығамыз. Қызып тұрған пешімізде 180-200 градуста пісіріп аламыз. Үстінен майдаланған жаңғақты қосамыз. Жаңғақ қосылған сметаник өте дәмі ерекше, нәзік болып шығады. Жаңғақ пен сметаник өте күшті үйлеседі. Ал енді екінші пирогымызды пешімізге салатын боламыз. Екіншісі бізде жай ғана сметаник. Өте нәзік, жұмсақ болып шығатын пирогты жасап көріңіздер, баршаңызға ас болсын.